Педагогтер арасында қоғамдастық құру және байланыстар орнатудың маңыздылығы ерекше. TEDx форматындағы іс-шаралар мұғалімдер арасында бірлесе жұмыс істеуге, қолдауға және кәсіби қарым-қатынасты нығайтуға мүмкіндік береді. Осы мәселе төңірегінде сөз қозғайтын алғашқы спикерді сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға шақырғым келіп отыр. Әлимов Асхат Хамзаұлы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент. Баяндама тақырыбы мектепте бірлесе жұмыс жасаудың тиімділігі. Қошеметтеріңіз. Әріптестер, өз ойыммен бөлісу мүмкіндігін бергендеріңізге көп рахмет. Мен бүгін мына бірлесу мәселесі ары қарай жалғастырам деген ойдамын. Бағана өздеріңіз байқадыңыздар ғой, таныстыру фильмінде қазақтың ұлттық идеясы айтылған болатын. Қазақтың ұлттық идеясы әрине бірігу, бірлесу. Мен бір жинаған болатын, бір 40-тан астам бірлесу туралы қазақтың мақалдарын. Сол мақалдардың кейбірлерін мына жерден сіздер көріп тұрсыздар. Ал мәселе мынада ғой. Табысты мектеп ол қандай мектеп, табысты мұғалім қандай мұғалім деп. Сонда ең бірінші бұл жердегі критерий мектептің де, мұғалімдердің де үздіксіз дамуы. Жаңа Айдын ағай жақсы айтып кетті ғой, 24 жасқа дейін біз біркелкі деңгейде дамуымыз да, соң ары қарай 40 жасқа дейін біздің дамуымыз әртүрлі болады деп. Бірақ мәселе сол дамуды біз доғарамыз ба, жоқ доғармаймыз ба? Сонда егер өмір бойы дамитын болсақ, өмір бойы біз ізденетін болсақ, оқитын болсақ, ұмтылатын болсақ, құлшынысымыз жоғары болатын болса, әрине біз табыстылардың қатарында болатындығымыз анық. Енді мына бірлесе жұмыс жасау, бірлесе әрекеттесудің қандай теориялық негіздері бар? Мына кез келген қоғамның да, ұйымның да ең басты байлығы ол адамдар. Яғни адами капитал деп есептейміз. Сол ұжымдық капитал бұл кез келген ұйымның, кез келген мекеменің негізінде жатқан мәселе. Ол неден құралады? Жаңағы айтқан адами капиталдан, әлеуметтік капиталдан және шешім қабылдау капиталынан. Біз осы мәселелерге тоқталып кетейік. Адами капитал дегеніміз, мысалы егер біз мектепті алатын болсақ, сол мектептегі барлық мұғалімдердің білім, білік, дағды негіздері. Сонда олардың деңгейі қандай, әлеуеті қандай, құзыреттері қандай деңгейде. Міне осы сұрақтар адами капиталдың негізінде жатыр. Бірақ адами капитал әлеуметтік капиталға тәуелді. Әлеуметтік капитал дегеніміз бұл ұжымдағы немесе ұйымдағы барлық адамдардың кәсіби тұрғыдан қарым-қатынасы. Яғни неғұрлым көп мұғалімдер бір-бірімен кәсіби қарым-қатынасқа түсетін болса, соғұрлым жақсы деп есептелінеді. Соғұрлым олардың адами капиталы өсе түседі. Мысалы, мектепте егер 100 мұғалім бар дейтін болсаңыз, әр мұғалім қалған 99 мұғаліммен жұмыс жасап шығу керек. Мысалы, бір оқу жылында. Сонда олардың әлеуметтік капитал арта түседі. Әлеуметтік капитал арта түскен сайын адами капитал да арта береді. Бұл жерде мен Майкл Фулла мен Алан Харгривстің мынандай бір сөздерін келтірдім. Сонда әлеуметтік капитал бір жағынан бұл бір бізді қорғайтында критерий деп есептеуімізге болады. Өйткені ол біздің кәсіби өртенімізге
жол бермейді. Екіншіден біз ылғи өзіміздің кәсіби біліктілігімізді арттыра беретініміз. Мынау атақты McKinsey компаниясының зерттеуінің қорытындылары. Сол 2009 жылы Майкл Барбар мен Мона Муршет деген ұлыбританиялық ғалымдар мета зерттеу жасаған болатын. Яғни зерттеулерді зерттеген. Олар 15 мыңнан астам зерттеулерді өз кезегінде нәтижелерін зерттеп, мынандай тұжырымға келген екен. Мектепті өзгертетін мұғалім. Негізгі идея бұл жерде мектептің деңгейі онда жұмыс жасайтын мұғалімдердің деңгейінен жоғары болмайды деп. Бұны 150 жыл бұрын Ыбырай айтып кеткен болатын. Білесіздер, мұғалім мектептің алтын жүрегі, мұғалім қандай болса, мектепте сондай болмақ деп. 150 жылдан кейін ол эксперименталды түрде дәлелденді. Енді бірігудің бірнеше тағы да теориялық негіздемесіне тоқталып кетейік. Физикада термодинамиканың екінші заңы деген ұғым бар. Сол заң бойынша кез келген жабық жүйеде энтропия күшейе түседі дейді. Мысалы, заманақыр болады деп есептелінеді. Неге? Өйткені мына жаратылыс жабық жүйе. Ол қашан болады? Алла біледі, миллиардтаған жылдан кейін бола ма, бірақ міндетті түрде болады. Өйткені жабық жүйеде энтропия барған сайын күшейе береді. Ал энтропия дегеніміз бұл бұзылу, қирау, құлдырау, төмен түсу дегенді білдіреді. Енді мысал ретінде, мен жайды алысқа бармай қояйық, мысалы мен ауылды алайық. Егерде бір ауылда үйді сыртынан шегелеп иелері тастап кететін болса, ана үйге ешкімде ықпал жасамайды, бірақ бір жылдан кейін ол үй өзінен өзі қирай бастайды. Себебі оның энтропия күшейіп тұр. Тура сол секілді мына жабық жүйелер, мысалы басқалармен еш қарым-қатынасқа түспейтін адамдар, топтар, я болмаса мысалы біздің тұрғыда мектептерді алатын болсақ, ешкіммен кәсіби тұрғыдан қарым-қатынас жасамайтын, алмаспайтын мектеп ақырын құлдырай береді. Бұл енді дәлелденген жайт. Джон Хеттидің талдауы бойынша бағана Айдын ағай сұрақ қойып кеткен ең басында мына оқушылардың оқуына ықпал жасайтын, тиімді ықпал жасайтын қандай фактор? Сонда 195 фактордың ішінде бірінші орында мұғалімдердің бірлесе жұмыс жасауы. Яғни біз егер жұмысымызды жақсартатын болсақ, егер біз мектебімізді өркендетеміз десек, сондай мақсат алдымызға қойсақ, я болмаса біз балаларымыз биік шыңдарға шықсын, жетістіктерге жетсін десек, біз тек қана бірлесе жұмыс жасауымыз керек. Бұл талай ғылыми зерттеулердің нәтижесі. Мына Высшая школа экономиканың профессоры Константин Сергеевич Ушаков бізге Астанаға талай рет келді. Мен оның бірнеше лекцияларына қатысқан болатын, 2 кітабын оқыдым. Сол былай дейді ғой, бүгінгі білім беру жүйесінің ең негізгі проблемасы синергиялық сипатта дейді. Яғни қазіргі мұғалімдер жалғызсырауда дейді. Яғни 2 Ж, бір жағынан жалғыздық, екіншіден жаттану. Осы екеуі мына мұғалімдердің 21 ғасырдағы басты 2 дерті деп есептелінеді. Ал синергия дегеніміз не? Синергия дегеніміз біз бірлесу, басымызды қосу, күшімізді қосу, аурамызды қосу деген сөз. Сода синергияның формуласы 1 қосу 1 2 емес. Яғни 2 адам егер өзінің күшін біріктіретін болса, олардың күш қуаты, жұмыс нәтижесі 11 есе өседі деген сөз. 3 адам біріксе, 1 қосу 1 болатын болса, онда 47 есе
өседі. Көрдіңіздер ғой? Сонда бұл геометриялық прогрессияда өсіп отырады. Неғұрлым көп адам біріксе, соғұрлым олардың жұмыс нәтижелері де қомақты болады деп. Және Ушаковтың тағы да бір идеясы бар. Егер де дейді біз педагогиканы спортпен салыстыратын болсақ, педагогика бұл командалық спорт іспеттес дейді. Яғни педагогика футбол, волейбол, баскетболға, регби, хоккейге ұқсас дейді. Тек қана бірлесе жұмыс жасауымыз керек. Енді көз алдыңызға елестетіңіз. Сіз мысалы баскетбол ойнап жүрсіз, егер ешкімге пас бермейтін болсаңыз, әрине сіздің командаңыз ұтылады. Сондықтан да педагогикада біз тек қана бірлесе жұмыс жасауымыз керек. Педагогикада мына жеке жетістіктер қуатталмайды деп айтпайын. Жеке жетістіктері марапаттағаннан гөрі командалық жеңістерді марапаттаған дұрыс. Канадалық ғалым Майкл Фулан өзінің атақты зерттеуінде былай дейді. Мына кез келген білім беру жүйесінде, яғни кез келген мемлекетте білім беру жүйесінде реформа жасаудың негізгі 4 шынайы қозғағыштары бар, двигательдер бар. Солардың біреуі мұғалімдер мен оқушыларды командада жұмыс жасауға баулу дейді, үйрету дейді. Сонда біз оқушыларда, бізде тек қана командада жұмыс жасауымыз керек. Өйткені бұл педагогика. Өйткені педагогикада жеке емес, тек қана бірлескен әрекеттер ғана қуатталады, және де тиімді болады. Оқушылар үшін бұл сабақтағы жұптық, топтық, сыныптық жұмыстар. Ал біз үшін бұл әрине басқа мұғалімдермен, әріптестерімізбен басымызды қосу деп есептелінеді. Енді мына сұраққа жауап беретін болсақ, бірінші мезетте мұғалімдер бір-бірінен үйрену керек. Мысалы, мынандай енді форумдар бұл мына үйренудің сыртқы ресурсы деп есептелінеді. Бірақ бұндай форумдар, курстар болсын, конференциялар болсын, олардың бір ерекшелігі бар. Олар тұрақты емес. Содан кейін олар жиі өткізілмейді. Ал бірақ тұрақты және жиі күнделікті өткізілетін бұл мұғалімдердің мектепте бір-бірімен қарым-қатынасы. Мұғалімдер бір-бірімен қарым-қатынас күнделікті құрады ғой. Сондықтан да біз мектепте қарым-қатынасымызды жақсартып, бір-бірімізбен ылғи бөлісуіміз керек. Тәжірибемізбен. Ол тәжірибемізбен бөлісті деген бір-бірімізден үйрендік деген сөз. Сондықтан да мен мысалы мектептерде ылғи айтам, мұғалімдер бөлмесіне кіргенде жай кірмеңіздер. Кіре салып бөлісіңіздер. Мен бүгін немесе жаңа ғана сабағымда мынандай жетістік жасадым, мынандай нәрсе жаңалық енгіздім, оқушыларым былай болды деп. Немесе проблемаңызды айтыңыз. Проблемаңызды айтып кіріңіз. Сонда 5 минут болсын, 10 минут болсын, бірақ бізде басқа мұғалімдермен тәжірибе бөлісу мүмкіндігі болады. Бұл дәлелденген жайт. Қайтадан мұғалімдер тек қана бір-бірінен үйренеді. Мысалы, біз қай жерде бірлесе жұмыс жасай аламыз деп. Мен бұл жерде әсіресе мына тәлімгерлікке тоқтайын деген. Барлық адамдарда тәлімгер бар. Мысалы, сіздер атақты спортсмендерді алыңыздар. Атақты, тура бәрі миллиардерлер бар. Леброн Джеймс сияқты, Тайгер Вудс сияқты, немесе алысқа бармайық, миллиардер болмаса да миллионер біздің Геннадий Головкин десе. Олар шеберліктің шыңынан шықса да олардың тренері бар, яғни тәлімгері бар дейді. Сондықтан да кез келген адамның тәлімгері болу керек. Және де кез келген адам тәлімгер болуы керек. Яғни біз бір-бірімізден үйренеміз. Және де мына тәлімгер қарым-қатынасында белсенді тәліп болу керек. Яғни үйренуші болу керек. Тәлімгер емес. Мысалы, мен жасым үлкен кісімін,
Мен егер тәлім біреу маған айтатын болса, ағай маған тәлімгер болыңызшы десе, мен иә жақсы деймін, бірақ өзім ештеңе жасамаймын. Неге? Өйткені бастама тәліптен болу керек. Тәліпке керек қой, маған керек жоқ қой. Сондықтан да мен ылғи мектеп басшыларына айтамын, тәліптен сұраңыздар, тәлімгерден сұрамаңыздар. Ол оған керек жоқ қой. Ол уақытын жоғалтқысы келмейді деп. Мына жаңа білім немесе тәжірибе тәліпке керек. Сонда тәліптен сұрау керек. Тәлімгердің қанша сабағына кірдіңіз, не үйрендіңіз, оны өзіңіздің қанша сабағыңызға кіргіздіңіз деген секілді. Ол сізге не деді деп. Енді қалғандары таңсық емес, менің ойымша. Және де мына мектепішілік кәсіби қоғамдастық жұмысын белсенділендіру керек, жандандыру керек. Оған не жатады? Мысалы, мынау менің әріптесім Берік Құттыбайұлының идеясы. Мұғалімдер әдетте сабаққа қалай дайындалады? Түнде, үйде, жалғыз. Солай ғой, нормальный адамдар ұйықтағанда, олар ненормальный сияқты сабаққа дайындала бастайды. Ал ең дұрысы, мына біз мектептен шыққанда мектепті ұмытуымыз керек. Ең дұрысы. Мұғалімді ауылдық жерде баяғыда лезде танитынбыз. Өйткені ауыр-ауыр сөмкелерін көтеріп алады, ішінде дәптер, кітап, үйіне апарады, бірақ үйге қызмет жасау керек, әсіресе әйел адамдар үйге қызмет жасау керек. Содан кейін мұғалім жыртылып айырылады. Үйге қызмет жасайын ба, жоқ ертеңгі сабаққа дайындалайын ба, дәптерлерді тексерейін бе деп. Содан кейін түннің бір уағына дейін отырады, ұйқы қанбайды, нәтижесінде сапалы жұмыс болмайды деп. Ал ең дұрысы, сабақ бітті ме, біз отыруымыз керек те, бір сағатымызды қиып, бірлесе мектепте, бірлесе күндіз сабақтарымыздың бәрін жоспарлап, барлық жұмысымызды атқарып тастауымыз керек. Содан бәрін мектепте қалдырып кетеміз. Кітапты да, дәптерді де біз жеңіл келіп, жеңіл кетсек, өткені барлық ісімізді тындырып тастадық қой. Сол тамаша болар ма еді деп. Одан кейін мен ең бірінші мезетте, егер мектеп өзгергісі келсе, мұғалімдер бір-бірлерінің сабағына кіру керек деп есептеймін. Және де соны ұсынамын. Әр мұғалім аптасына бір сабақ, ең кем дегенде бір сабаққа кіру керек. Мен мектепте сабақ бергеніме 40 пәленбай жыл өтіп кетті. Мен 81-84 жылдары ғана сабақ бердім. Ол кезде кейбіреулеріңіз өмірге де келмеген шығарсыздар. Кейін мен 30 жыл жоғары оқу орнында жұмыс жасадым. Одан кейін 10 жыл педагогикалық шеберлік орталығында жұмыс жасадым. Негізінен біз педагогикалық шеберлік орталығында мектеп педагогикасымен айналыстық қой. Ал мен мектепте сонда сабақ қалай беру керектігін қалай үйрендім. Өйткені мен барлық кітаптарым жоғары оқу орындарына арналған болатын. Жоғары оқу орны әдістемесі болатын. Мектепте енді сабақ беруді мен әйтеуір әупірімдеп жүріп үйрендім. Оның дәлелі 10 шақты кітап шығардым. Мысалы, интербелсенді әдістемені мектепте оқыту деген секілді. Ал сонда мен қалай үйрендім мектепте, қалай сабақ беру керектігін. Мен мектепте бірде-бір сабақ өткізген жоқпын. Бірақ мен жылына 300-дей сабаққа қатысатын. Арт жақта отырасың, сыныпқа кіріп. Бәрі айнадай көрініп тұр ғой. Сонда да не істеу керектігі, сабақты қалай өткізу керектігін бәрін көресің. Сондықтан да мен айтам, сабаққа қатысу бұл ұтылыссыз вариант. Ұтылыссыз вариант. Жақсы сабақ болатын болса, жақсы сабақты қалай өткізу керектігін үйреніп шығасың. Нашар сабақ болатын болса, нашар сабақты қалай өткізбеу керектігін үйреніп шығасың. Сондықтан да сабаққа қатысу бұл мен ойынша мына мұғалімдердің кәсібиліктерін арттырудың тиімді құралы. Және де мына бірлесе талдауға, ашық сабаққа кірдік. Ашық сабақты талдау, немесе ашық сабақ болмаса да мен біреудің сабағына кірдім. Оның сабағын талдап жатырмын. Талдаудың идеясы бұл жерде Стивен Ковидің жасампаз адамдардың 7 дағдысы бар ғой. Сол жердегі 4-ші дағды ұттым деген. Яғни
мен егер сабақты талдайтын болсақ, мен ұтуым керек. Және де мен сабаққа қатысқан әріптесім де ұтуы керек. Яғни бұл жерде екі жақта ұтатын болса, бұл сабаққа қатысу тиімді деп есептелінеді. Сонымен қорытынды мұғалімдер тек қана бірлесе әріптестер жұмыс жасау керек. Жаңағы идеяларды естеріңізге салып кетейін. Педагогика бұл спортпен салыстыратын болса, командалық спорт түрі іспеттес. Футбол, волейбол, баскетбол. Екіншіден, біз мына мектепте ылғи да тәжірибемізбен бөлісіп отырғанымыз жөн. Осы арқылы біздің кәсіби біліктілігіміз арта түседі. Және де осыны біз оқушыларға да дарытуымыз керек. Жаңа Майкл Фулланның идеясы, кез келген білім беру жүйесі реформасының негізгі қозғағыштарының бірі, 4 қозғағыштың ішінде біреуі оқушыларды, мұғалімдерді командада жұмыс жасауға үйрету. Ал командада жұмыс жасау не нәрсеге байланысты? 2012 жылы Google, о кезде ең алпауыт фирма, капитализациясы $1 триллион асқан, сол Аристотель деген жобаны іске қосады. Аристотель жобасы мына сұраққа жауап береді. Командалардың, яғни ұжымдардың жұмыс тиімділігі не нәрсеге байланысты деп. $миллиондаған бөледі, 2 жыл зерттейді жаңағы проблеманы. 2 жылдан кейін мынандай тұжырымға келеді. Ең бастысы мына команданың, ұжымның жақсы жұмыс жасауының себебі ынтымақ екен. Ынтымақ, ырыс алды ынтымақ деп бекер айтты. Ал ынтымақ неден тұрады? Ынтымақ психологиялық қауіпсіздік деген іргетастың үстінде тұрады екен. Психологиялық қауіпсіздік дегеніміз, мен мектепке келгенде, мен әріптестеріме сенуім керек. Мен не айтсам да, мен қателессем де, мені түсінеді әріптестерім. Және де маған ешкім жаман сөз айтпайды. Менің артымнан пыш-пыш өсек айтпайды. Міне осы деңгейге егер біз шығаратын болсақ, қарым-қатынасымызды, мектептегі қарым-қатынасымызды, біздің мектебіміз ең мықты мектеп болып, біздің түлектеріміз Қазақстанның жарқын болашағын сомдайтын түлектерге айналады. Назарларыңызға рахмет. Асхат Хамзаұлы, өте маңызды пайдалы дүниелеріңізбен бөліскеніңізге рахмет.